Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеу Құлайзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қызыл бархат тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Қандай да жаңа торттардың түрлері шықса да өзінің сұранысын жоғалтпайтын өте дәмді торттардың бірі дәл осы қызыл бархат. Бұл тортты мен түрлі рецепттермен жасап көрдім, ал бүгін сіздерге маған ұнайтын ең сәтті шығатын рецепті ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен сары майға қант қосып, миксердің көмегімен араластырамыз. Тортқа қажетті барлық ингредиенттер мөлшерімен әдеттегідей видео астындағы сипаттамада жазылған. Кейін жұмыртқаны біртіндеп қосып отырып, тағы бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Енді бұл жұмыртқалы массаны қойып, басқа ыдысқа ұн, қамыр қопсытқыш, ас содасы және какаоны қосып, барлығын араластырып аламыз. Айранға толық бір шай қасық гелді қызыл бояғышты қосып, тағы араластырамыз. Бояғыш міндетті түрде гелді болу керек, себебі құрғақ бояғыштар қанық қызыл түс бермейді. Жұмыртқалы массамызға келесіде күнбағыс майын қосып, тағы бір араластырамыз. Кейін оған құрғақ ингредиенттер мен бояу қосылған айранды кезек-кезек 3-4 бөліп отырып қосып, қамыр дайындаймыз. Біздің қамыр дайын. Менде торттың диаметрі 22 см болады. Менде екі форма болғандықтан олардың астына және осылай жандарына май жағып, пергамент төсеп, 1-ден 2-ге бөліп қамырды құйдым. Және де қамырды пешке 1-ден 2-ін саламын. Егер сіздерде бір ғана форма болған жағдайда кезегімен пісірсеңіздер болады. Қамыр ол уақыт аралығында ешқандай да бүлінбейді. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 35-40 минут пісіреміз. Қамырдың толықтай піскенін осындай ағаш таяқша арқылы тексеріп аламыз. Піскен қождарды толықтай суытып, үстіңгі тегіс емес бөлігін кесіп алып тастаймыз. Ол бізге торттың сыртын әшекейлеуге қажет болады, және де әр қождарды тағы 2 бөлікке бөлеміз. Мен бұл жолы жіп арқылы бөлдім. Біздің қождарымыз дайын, енді кремін дайындауға кірісеміз. Сүзбелі ірімшік те, кілегей де жаңа ғана тоңазытқыштан шыққан болу қажет, және де крем дайындайтын ыдыс та міндетті түрде құрғақ болу керек. Сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып, түйіршіксіз бір қалыпты болғанша миксер көмегімен араластырамыз. Кейін салқын кілегейді қосып, крем формасына енгенше миксерлейміз. Креміміз дайын, енді торт жинауға кірісеміз. Қор жылжып кетпес үшін астына сәл крем жағып аламыз, және де қоржды қойып, торт түп-түзу болу үшін осындай арнайы сақинаның көмегіне жүгініп, дәл видеодағыдай тортты жинаймыз.
Жиналған тортты бірнеше сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа саламыз. Және де қалған кремді торттың жан-жағына жағып тегістейміз. Алдын ала алып қалған корж қалдықтарын қолмен немесе блендермен үгітіп алып, торттың жан-жағын видеодағыдай әсемдейміз. Біздің қызыл бархат торты дайын. Әсемдеуді сіздер өз қалауларыңыз бойынша өзгертсеңіздер болады, бірақ маған қызыл бархаттың дәл осындай классикалық әсемдеу үлгісі ұнайды. Бұл торт тіл үйірер, өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Айтып өткендей, қанша жаңа торт түрлері пайда болғанмен, бұл қызыл бархат сұраныста әрқашан да болады. Егер бұл тортты бұрын-соңды дайындап көрмеген болсаңыздар, бірден дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер, сәтті шығатынына кепілдік беремін. Менің каналымдағы алдағы уақытта шығатын жаңа керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, үліпіл басып, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.